Армысыз құрметті отандастар, 2 қараша 2023 жыл сағат Астана уақытымен 17:30. Кеше 1 қараша күні Тоқаевтың бенефисі болды деп есептеймін, триумфы. Себебі батыста беделі үлкен мемлекет Францияның президенті келіп шарттарға тұрып, ал енді шарттарды мен қазір талқылаймын. Басты бұл жерде мен көріп тұрғаным келу, кету, жұмыс жүргізу, ең басты мінекей көрініс кеткенде. Бұл жерде кішкентай бейнен көрсетіп, мен көрсеткім келеді. Тоқаев кәдімгі Макронмен дос болып алған, екеуі жақын екен таза. Таза көзін қысып, дос екенін көрсетіп жатыр. Бұл көрініс, достар, енді бұл бәрін алып тастағанда жарайды, біз адамбыз ғой. Ең бірінші, қай болса да тұлға, мінезі бар, жаңағы қарым-қатынас жасайды, біреумен жақсы қарым-қатынас жасайды, дос болып кетеді, біреулермен жаңағы тіл табыса алмайды деген сияқты. Ол басқаны алып тастағанда жаңағы протокол дейді, жаңағы команда бар, үкімет бар, басқасы. Мына бейнеде шығарып салу рәсімінде біз көріп тұрмыз. Мына екеуі бір-бірімен тіл табысқан, бір-бірінен жақсы ұнатып тұр, кәдімгі қолдап тұр, бүйтіп таза көзін қысып тұрғанда, орыстың бір сөзі бар, по-заговорщицки деп, араларында мінекей бір құпиялар бар, өздері ғана білетін, бәрі жақсы болады, ойдағыдай болады деп, міне осыған назар аударғым келеді. Сөйтіп, бұл Тоқаевтың кезекті дипломатиялық өзінің бір жеңісі деп мен көрсеткім келеді. Енді бұл топас, мәңгүрт, елдің экономикасы болсын, ішкі саясаты, сыртқы саясатқа бітіріп жатқан ештеңе жоқ. Ал мына жерде бұған Путин батасын берді. Кімдермен батасын бермектегі Путин бұның қожайыны ретінде, бастығы ретінде КГБ-ні басқаратын, тапсырма берді. Батыстың басшыларымен тіл табысып, ол жерде біздің адамдар болсын. Сөйтіп, Тоқаевтың қолымен Кремль, орыстар өз саясатын жүргізеді. Қандай жүргізді олар кезінде Тоқаевты ООН-ның орынбасары қылып итеріп отырғызғанда. Бұл Тоқаев бұрыннан КГБ-ның агенті, мінекей. Сөйтіп, бұналар Путин мен жаңағы Тоқаев Макронды бұлай нетіп, сындырып, айналдырып кіргізіп алды. Кеше келді, шарттарға тұрды. Бұл шарттарға келетін болсақ, бұл шарттар пайдалы. Кімге? Франция мемлекетіне, Франция экономикасына, Франция президентіне, бұның командасына пайдалы барлығы. Бұл шарттар бірыңғай, солардың пайдасы жасалынған. Ал Қазақстан келетін болсақ, ешқандай пайда болмайды. Мен бұны анық көріп тұрмын. Бұл жерде пайдасы болу үшін, бұл негізінде шарттар жасалған алдында зерттеу керек еді. Үкіметтің жаңағы бір топтары, парламенттің жаңағы комитеттері үкіметті тексеріп, сынап, сөйтіп бұл шарттардың бөлек-бөлек жаңағы өндіріс саласы болсын, энергетика саласы болсын, басқаны, ал ондай жұмыс болған жоқ. Тоқаев алды да, бар әкелді де, шартқа отырғызып, тарс еткізді. Біз естіген жоқпыз, ол әңгіме болған. Қандай біз естіген жоқпыз? Былтыр мысалы Қытаймен шартта тұрды, биыл 18 мамырға тағы да тұрды, былтыр 22 миллиардқа, биыл 23 миллиардқа. Не үшін, қалай, қандай пайда? Жоқ, жай Тоқаев алды да, тарс еткізіп шартқа тұрып жатыр. Бұл жерде мысалы, желмен жасайтын генераторларды француздар салып береді дейді. Бұлай қарарсан, әрине, мысалы, дені дұрыс мемлекетте басшылар отырса, онда қуану керек. Ал бұл жерде біз қуана алмаймыз. Оның керісінше, мен қазір бұл жерде ойлаймын, француздар бір тағы да қылық жасатып, кезінде Францияда жұмыс жасаған 20 жыл, 10 жыл генераторларын оларды лақтырады. Сөйтіп олар реставрация жасайды да тығып жібереді бізге. Не біздікін, не немістікін,
ол болды. Мен басымнан өткеннен кейін айтып тұрмын, кезінде 1996 жылы Торғай облысына немістер ФРГ жаңағы Агропол Бедекер деп бір диірмен қойды. Неге 1.800.000 маркаға, 1.200.000 доллар сол уақыттың курсымен құрал жабдығын кіргізді, Қазақстанға әкелді. Ал кейін біз акцияны сатып алғанда біз анықтадық, ол ФРГ-ға қатысы жоқ. ГДР-дің Дрезден деген жаңағы сол 91 жылы бұзған, соны қоймалар жатқанда, соны мына Қазақстанның аңқауларына тығып жерген бу дейді болған, пайдаланды болған ГДР-дікін. Сөйтіп паспорт бойынша 78 тонна өндіру керек, 78 тонн пайыз ұн шығару керек, ал өндіретін 62 тонн ғана, және де 65%-дан артық ұн шығарылмады. Мінекей. Мына жерде де бізде мынау институттарды қалпына келтірмей, институттар деген мінекей парламент өзінің рөлін атқару керек, үкімет, сот жүйесі, бұқаралық ақпарат құралдары, бұл демократиялық мемлекеттің құралдары, институттары, олар жұмыс жасамай, мынандай шарттардың ешқандай пайдасы жоқ. Болған емес, және де болмайды. Осыны біз ұғып алуымыз керек. Мен бұл жерде сіздерге бір нені естеріңізге салғым келеді. Бізде болған оқиға кезінде 2018 жылдың 16-19 қаңтарда Назарбаев бұл уақытта президент Америкаға барды. Сөйтіп Америкаға барып, Трамп оны қабылдады. Трамп енді бұл жаңағы құрмет ешқандай көрсетпей, жай жаңағы ғимараттың жанында тұратын есіктен кіргізіп, бір ұрыны сияқты 30 минут сөйлескенде, қашанда біздің бұқаралық ақпарат құралдары бұл деген тарихи кездесу деп енді құлақтан лапшаны ілді ғой. Бұл емес маңызды. Маңызды мынау, қандай шарттарға отырды, не себепті отырды. Сол уақытта 20 шақты шартқа отырған 7 миллиард долларға. Соның ішінде Қазақстан сатып алу керек Америкадан Boeing 737 MAX 8, бұл 1 миллиард 300 миллион долларға. Одан кейін мынау тепловоз дейді Американың 9 миллион долларға. 7 миллиард долларға. Мен бұны сынға салдым. Сол уақытта одан кейін де көтердім. Себебі, бұл не үшін барды Назарбаев? Стати деген бизнесмен Молдавияның Қазақстанға сотқа беріп 500 миллион доллар ұтып алды. Сөйтіп Қазақстан ақшаны бермегеннен кейін Стати сотқа берді да, мынау Қазақстан ұлттық қорын 24 миллиард доллар Американ банктары болды, соны арестке қойды. Соны Трампқа барып, мынау сүмелек Назарбаев аресттен алып тасташы деп өтініш жасады да, мақұл деп Трамп босатты. Бірақ біздің Американ компаниялардан осындай көмек жаса, сатып ал деді жаңағы. Жаңағы аталған Мак деген Боингтер, олардың мына шыққан бетінде дұрыс жасалмағаны анықталды да, бірақ дейді жаңағы. Бірнеше не болды, төтенше жағдай, ұшақтар құлады. Сөйтіп, бірде мемлекетте ол ұшақты сатып алған жоқ. Осындай мәселе болғаннан кейін Назарбаев сатып алам деп шартқа тұрды, 1 миллиард 300 миллионға. Жаңағы тепловоз дейсіз, оның сыртында ет өндіретін завод жаңағы 1-2 миллиард долларға нетем деді. Қараңыздар, ешқандай пайдасы жоқ. Анау топастар, мен айттым ғой бірінші рет, бұлар топастар деп. Сол кімге статияға 500 миллионды бере салсайшы, мысалы. Ал ол қырсығып бермеді, барып, түкке керек емес жаңағы ұшақталады, темір жолға тепловоз алып жатыр, керек жоқ. Жаңа ет өндіретін комбинат, қашанда ет жоқ. Міне мынау жасап жатқан шарттарда, мынау Макронға пайдалы, мынау жермен жасайтын электрогенераторлар сатады, олар тепловоз сол тағы да сатады. Бізге тепловоздың қажет жоқ. Тепловоздың қажет жоқ. Бірінші, мынау ол мәселе темір жол саласындағы комплексті шешу керек. Ол комплекс қалай шешеді? Мен халық таңдау партияның бағдарламасында айтқаным бар. Темір жолды жаңадан шығару керек. Жаңадан темір жолдың нелерін салу керек, құрылыстарын. Соған сәйкес ол темір жолдар
үстінде жүретін жаңағы поезд вагондары 300-400 шақырым сағатына жүретіндей соған сай болу керек. Сөйтіп соларға сай сосын тепловоз вагондарды параллельно алу керек бізге. Ал мынау жасағандары Совет одағынан қалған мынау үйіп қойған бір жаңағы қырдың үстінде рельс салған, оның үстінде сен Американыкын ал, Францияныкын ал, Жапонияны ал, тепловоз пайдасы жоқ. Себебі ол жерде 70 шақырым жерден артық, ал кейбір жерлерде 60 шақырым сағатына жүретін немен жылдамдықпен жүре алмайсың, себебі лақтырып жібереді. Болды ғой, американ тепловоздары, болды ғой, испан вагондары, ешқандай пайдасы жоқ. Жабылды. Жаңағы американ заводын шығарам деген жабылды, тепловозды, испан вагон шығарам деген жабылды. Мына жерде де жаңағы бұл қазір шартқа тұрды. Не үшін тұрды? Тек жаңағы Трамппен дос болу үшін, Трамптың көңілінен шығу үшін, сөйтіп, бұны Трамп ертең иықтан қағып қолдап тұру үшін. Мінекей. Ол айтады, Трамп, олардың бұл дүниеде бәрі де болды. Да, ол мынау иттің баласы дейді. Бірақ бұл біздің иттің баласы дейді. Бір сөз бар ғой. Да, он сукин сын, но это наш сукин сын деп, наших интересах работает. Міне осы достар, қараңыздар, мынау Тоқаев, Сұмырай, Қанішер сөйтіп аузын алды Макронның. Макрон Франция. Франция кім, достар? Франция кезінде 1945 жылы мына екінші дүниежүзілік соғыс біткенде Нюрнбергте соттады немістерді. Кім соттады? Америка, Британия, Ресей және Францияның судьялары. Мінекей. Олар айып тақты, олар соттады. Ал енді Францияның аузын алды деген сөз, мынау Тоқаевты ешқандай Европарламент, пасе, ешкімді сынамайды деген сөз. Осы жөнінде мен бірнеше жыл қақсадым ғой. Халқым, мынау кейбір КВНщиктер бар, ештеңені меңгермей саясатта боғын езіп жүре береді. Бүйтейік, сөйтейік, арызданайық, анау Козловскаян бар, оның сыртында Бяш бар, жаңағы Америкаға оңға жеткізсін дейді. Жасарал Қуанышжан жүрді, жаңағы қапшықты дорбаны сөйлетіп, арыздар беріңдер, қазір ана жаққа алып барамыз, батысқа санкция береді. Мен айттым, далбасы әңгіме. Достар, біз бірақ жолға шығуымыз керек. Біз күрес жолына шығып, саяси күш жинау керек та, билікті қолға алу керек. Қалғаны санкция беремін, оларды қиындатам өмірін, бетем, далбасы әңгіме. Қазір қайда мысалы мынау кім? Козловская. Кеше ғана сайрап жүрді ғой. Всем привет! Мы сейчас вместе с Ботой находимся в парламентской ассамблее Совета Европы. Кто нас слышит, пожалуйста, скажите. Все хорошо со звуком? Салам всем из Страсбурга. Ребят, вы нас слышите? Напишите что-нибудь, чтобы... Вы можете сразу шерить наш эфир. Да, скажите, слышно нас или не слышно? Потому что мы будем говорить об очень важных вещах. Бұлардың әңгімесі 3 жыл қатарында болды ғой. Мінекей, жинаңдар, ақша, соңғы былтыр шыққанда 2 миллион евро керек, қазір жаңағы адвокат жалдаймыз, шағым түсіреміз, санкция жүргіземіз деп. Сөйтіп, мен бұларға не үшін бұлай өкпелеп айтып жатқаным, достар, бұлай қарасам, бұлардың бір сөзі бар ғой. Бір-бірімізді сынамайықшы, параллельно жүрейік деп, Бұлар халықтың алдап, жалған жаңағы мақсатқа назар аударып, уақыт кетіреді. Мінекей. Жалған нысананы көрсетеді, жалған. Бұл жердің өздерінің анау сауатсыздығын, надандығын, кесірінен. Қоғамның уақытын кетіреді. Қашанда халық түсіну керек. Мынау Тоқаевты, Назарбаевты санкция беріп, бүйтіп шеше алмайсың, жыға алмайсың. Осының бәрін, достар, түсініңіздер, таразыға салып, анализ жасап, біз бір зат түсінуіміз керек. Бірақ жол бар. Мына сұм жүйенің көзін құртатын, доғартатын, жаңағы біздің идеяда халық таңдау партияға мінекей кіріп, 2 күн бұрын 2012 адам болса, бүгін 2021 адам кіріп жатыр, түсініп. Ал енді мен тағы да қайталаймын. Мына идеяны қолдап, халық көтеріліп, жиналмаса, мынау телефонды пайдаланып, бізде осылай отырамыз, мына клоундардың, КВНщиктердің,
мысалы жүрді ғой 5 жыл 6 жыл жүрді Нарымбайын жаңағы Киевте, қазір биліктің сойымын соғып кетті. Жүрді Жанна Бота КВНщица, қазір не деп кетті? Тоқаевты қолдайық, Тоқаевтың қасында жиналайық дейді. Бос уақытты кетірмеңдер, достар. Жаңағы Биашында жаңағы қуғынның әңгімесі осы, оңға жинаймын деп, ана марқұм Жасарал да жаңағы арыздар жинаңдар деп, жалған мақсат, жалған нысана көрсетіп, назарын халықтың керек емес жерге аударып, сөйтіп мына наразы халықты ыдыратып, бөлшектеп, түбі пайдалы нақұрыстың ісін жасайды. Егер әрине олар мынау, мысалы мен нақ көріп тұрмын, Серікжан Бияш вербовкадан өткен билікке жұмыс жасап жатыр. Ал енді мынау Козловскаяда Жардемалиде айтқаным бар, былтыр бұларды мына билік бұларға нені тапты, компроматтарын, Жардемалидің інісін істі қылып вербовка жасады. Козловскаяның жаңағы ағасы Крымда бизнесмен, ол да сөйтіп қазір мыналардың ықпалында, ФСБ-ның ықпалында қазір 1 жыл болды, жоқ болып кетті. Мен не үшін бұны айтып жатырмын? Бұлар жамандау, не емес, достар. Мына жалған жобаларға уақыттарында кетірмеңдер. Қазір шағын түсіреміз, оңынды қосамыз, ОБС-ні қосамыз. Бірақ жол бар. Халық 50 мың адам жиналып, шығып алаңға, институционалына партияны тіркемесе, бүкіл халық қосылып, революция жасап, билікті қолға алу керек. Басқаша болмайды. Басқаша болу мүмкін емес. Достар, Тоқаевта мынандай жүзі жарқырап тұрғаны, бастап жатқан жаңағы әңгімеден бастадым, бақытты күн. Ол 28 желтоқсан 21 жыл болды, қашан Путин рокировка жасатты, Назарбаев алып тастап, Тоқаевты қойды. Сол күні жүзі жарқырап, бірінші рет шықты Тоқаевтың. Және неге кеше көрдіңіздер, жаңағы жарқырап шықты Тоқаев. Себебі уақытты босқа кетірмейік, достар. Бірақ жол бар, нақты жол. Елде тәртіп орнататын, елдің жаңағы байлығын, барлығын қазақ халқына жұмыс жасатқызатын. Ол халық таңдау партияның қатарына кіріңдер, толтырыңдар. Маған 50 мың ниеттес адам керек. 50 мың мінекей рухы бар, жүрегі бар, намысы бар, елдің келешегін ойлайтын, өз қалтасын емес. Мынау жалақын көтерем, пенсияны көтерем. Жоқ. Азаттықты, тәуелсіздікті қалайтын маған 50 мың ниеттес қазақ керек. Жаса қазақ, еркін қазақ.